Сәлем достар, қалайсыңдар? Бүгін мен сендерге адамның досы ит туралы айтқым келеді. Білесіңдер ме, қазақта ит 7 қазынаның біріне жатады. Әрі киелі деп саналады, өйткені ит адамды бауыр санайды. Еркелейді, қасынан қалмай еріп жүреді. Балаларды жақсы көреді, оны сабауға, ұруға болмайды. Бүгін мен сендерге иттің адамға жақсылығын туралы аңызды айтқым келеді. Бірге тыңдайық. Баяғыда бір жігіттің кәрі төбеті болыпты. Ол бұл итке несіне тамақ беремін? Әбден қартайда, пайдасы жоқ. Үріп үй күзете де алмайды. Одан да суға батырып өлтіре салайын деп ойлайды. Сөйтіп төбетін сүйреп өзенге келеді. Қайыққа мініп, өзеннің ортасына жетеді де итін лақтырып жібереді. Кәрі ит бір батып, бір шығып қиналып жатады. Жігіт оған қарамайды, қайығын айдап кейін қайтады. Кенет тосыннан дауыл тұрып, оның қайығын аударып кетеді. Жігіт суға құлайды. Өзеннің суы оны ағызып бара жатады. Осы кезде оны кәрі ит көріп, көмектеседі. Ағысқа қарсы жылдам жүзіп, жанына тез барады да, кемінен сүйреп жағаға алып шығады. Осылайша жігіт кәрі итінің арқасында тірі шыққан екен. Осыдан кейін жамандыққа жақсылық жасау иттен өнеге болып қалған деседі. Бүгінгі бағдарлама сендерге ұнады деген ойдамын. Келесі кездескенше достар, сау болыңдар.